Қайырлы күн оқырмандар, бүгін сіздермен творог қосылған пирог немесе сүзбелі бәліш дайындаймыз. Керек заттарды описание бөліміне, яғни астына қалдыратын боламын. Ең бірінші 4 жұмыртқаны шекермен бірге жақсылап миксерлеп аламыз. Орташа жылдамдықта көпіргенше миксерлейміз. Сосын оған сұйық майымызды, сүтімізді кезек-кезек миксерлей отырып қоямыз. Видеодағыдай көлемі үлкейіп, орташа жылдамдықта тоқтатпай миксерлейміз. Сосын оған разрыхитель, яғни қопсытқышымызды ең бірінші ұнға араластырып алып, оны да аз-аздан салатын боламыз. Ол кезде миксер қолданбаймыз, яғни төменнен жоғарыға қарай жай ғана аз-аздан араластырып, түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып аламыз. Ұнды бірден салып жібермеңіздер, аз-аздан саламыз. Және жақсылап араластырып аламыз. Енді творогқа шекер, бір жұмыртқамызды салып, оны да миксерлеп аламыз. Менде ірімшік майда болғандықтан мен миксерледім. Егер творогтарыңыз ірі болса, онда сіздер блендермен майдалап алсаңыздар да болады. Осындай кондитерский қапшыққа мен барлығын салып алдым. Егер ондай болмаса, ештеңе етпейді, жай ғана салафанға салып алсаңыздар да болады. Майланған қалыбымызға құйып аламыз. Барлық жеріне тегістеп бір қалыпта құйып шығамыз. Сосын осылай творогымызды торкөз етіп, әдемі етіп, сәндеп құйып шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша да құйып шықсаңыздар болады. Мен осылай жасадым, өйткені піскен кезде өте әдемі көрінеді, және осы бір творог дәм, ерекше бір дәм беріп тұратын болады. Піскен кезде осылай алып, бетіне мен сахарный пудраны сәндік мақсатта сеуіп шықтым. Дәмі өте дәмді болды. Каналым жаңадан дамып жатқандықтан лайк басып қолдап